Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал «Казахстан Ақтау» предлагает на ваше внимание очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз «Менің жұмысым» деп аталады. Наш сегодняшний урок называется «Менің жұмысым». Сабақтың мақсаты: менің жұмысым лексикалық тақырыбы бойынша жаңа сөздерді игеру, оларды тілдік қатынаста қолдана білуге үйрету. Адамды тәрбиелейтін мектептің бірі әлбетте еңбек. Еңбексіз адамның бұл өмірде өмір сүре алмайтыны бесенеден белгілі. Адам қоғамдағы өз орнын еңбек ету арқылы ғана таба алады. Одной из школ воспитания человека, безусловно, является труд. Известно, что без труда человек не может прожить ни дня. Каждый человек сможет найти свое место в обществе только посредством труда. Еңбек өмірді, қоғамды ұстап тұрған негізгі тұтқа. Еңбек тіршілік иелерінің көзі. Еңбек адамның жан дүниесін жаңғыртып, жігерін жанып, ой қиялына қанат бітіретін бірден бір құдіретті күш. Труд – основа нашей жизни, общества в целом. Труд – источник существования. Труд облагораживает душу людей и вдохновляет их на новые начинания. Халықтық тұрмысымызда ұл тәрбиесін әке өз міндетіне алған. Сондықтан әке өз баласын мал бағып, отын шабуға үйреткен. Сондай-ақ мылтық атып, аң аулауға, заттар өңдеп, өнерлі болуға бейімдеген. В повседневной жизни нашего народа воспитание сына является уделом отцов. Поэтому обязанности отца – учить сыновей пасти скот, косить сено, заготавливать дрова на зиму. Кроме того, обучать охотничьему ремеслу и так далее. Қыз балалардың тәрбиесін ана өз жауапкершілігіне алған. Ана өз қызына үй сыпырып, төсек жинау, ас пісіріп, шай құюды үйреткен. Сонымен бірге кесте тігіп, тон пішу, өрмек тоқу, ою өрнек жасау сияқты отбасының ішкі жұмысын үйреткен. Воспитанием дочери занимается мать. Она учит ее всему, что связано с домашним хозяйством. Уборка, кулинарное мастерство, уход за гостями, а также народное ручное ремесло. Вышивание, кройка и шитье. Ал енді кезекті жағдаяттық мәтінге берейік. Бүгінгі сабақта кейіпкеріміз кәсібі арқылы өзін таныстыратын болады. Менің жұмысым. Мен бизнесменмін. Менің ісім жақсы жүріп жатыр, бірақ оған оңай жеткен жоқпын. Жұмысты дұрыс жолға қою оңай емес. Ол үшін білім керек, жұмысты ұйымдастыра білу керек және еңбек ету керек. Менің бар уақытым жұмыста өтеді. Бизнес жалқаулықты жаратпайды. Әр жұмыс уақытында жасалу керек. Жұмысты мезгілінде жасамау нәтижеге әсер етеді. Онда жақсы нәтижеге жете алмаймыз. Ол бизнестің жауы. Сондықтан мен әр жұмысты мезгілінде жасап, дер кезінде мәселені шешіп отырамын. Ол да менің жұмысымның жақсы жүруіне әсер етеді. Менің сенімді достарым да көп. Олардың да игі әсері бар. Менің отбасымда берік қорғаным. Отбасым көңіліме алаңдық туғызбайды. Осы жағдайдың барлығы менің бизнесімнің жақсы жүруіне ықпал етеді. Назарларыңызға ұсынылған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Сөздік жұмысы. Іс. Дело. Оңай. Легко. Білім. Образование. Ұйымдастыра білу. Уметь организовать. Жалқаулық. Лень. Жаратпайды. Не любит. Уақытында, мезгілінде. Вовремя. Нәтиже. Результат. Жете алмау. Не достичь. Мәселе. Проблема. Шешу. Решить. Әсер ету. Повлиять. Сенімді достар. Верные друзья. Игі әсер. Положительное влияние. Берік қорған.
Крепкий тыл. Алаңдық. Беспокойствие. Ықпал. Влияние, впечатление. Бүгінгі сабағымызда қазақ тіліндегі еңбекке байланысты мақалдармен танысатын боламыз. Бақыт кілті еңбекте. Ключи счастья в труде. Жұмысы жемістінің өмірі келісті. Когда работа спорится, все в жизни ладится. Сүйіп істеген іс шаршатпайды. От любимой работы усталости нет. Ер дәулеті еңбек. Богатство джигита – труд. Терминологиялық хабаршы. Бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдермен таныстырамыз. Балансировка нагрузки. Жүктемені теңгеру. Итерационный цикл. Интерактивті қайталым. Замена сим-карты. Сим-картаны ауыстыру. Главное меню. Басты мәзір. Емкость канала связи. Байланыс арнасының сыйымдылығы. Широкополосный канал. Кең жолақты арна. Расширенный фильтр. Кеңейтілген сүзгі. Широковещательный трафик. Кең тарамды трафик. Обратная трансляция. Кері аудару. Устройство декодирующее. Кері кодтау құрылғысы. Автосоединение фигур. Кескіндердің автоқосылуы. Центрирование изображения. Кескінді ортаға келтіру. Реплика. Реплика. Всплывающее окно. Қалқыма терезе. Карманный компьютер. Қалта компьютер. Механизм доступа. Қол жетім тетігі. Удаление надстроек. Қондырманы жою. Значок документа. Құжат таңбашасы. Информационный контент. Ақпараттық контент. Контрольно-испытательный пункт. Бақылау сынау пункті. Хронометраж. Хронометраж. Компоновка модулей. Модульдерді тұтастыру. Калибровка. Мөлшерлегіш. Оперативное запоминающее устройство. Жедел жаттау құрылғысы. Оптоволоконный кабель. Аптоталшықты кәбіл. Болашақ балабақшадан басталады. Тәрбиешілер үшін жас ұрпаққа ұлағатты тәрбие берудің ұтымды тәсілі оларды алдымен өз ана тіліне жетік сөйлеуге бейімдеу. Ал әдіскерлер қолданылатын әдіс сәбилерді батыр бабалардың ерлігіне еліктеп, ұлттық тағам, киім, бұйым түрлерінің озықтығын жадына тоқып өсуіне ықпал ету. Болашақ балабақшадан басталады. Тәрбиешілер үшін жас ұрпаққа ұлағатты тәрбие берудің ұтымды тәсілі оларды алдымен өз ана тілінде жетік сөйлеуге бейімдеу. Ал әдіскерлер қолданылатын әдіс сәбилерді батыр бабалардың ерлігіне еліктеп, ұлттық тағам, киім, бұйым түрлерінің озықтығын жадына тоқып өсуіне ықпал ету. Бүгінде өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруге, үйренуге деген талабының өсіп келе жатқаны қуантады. Солардың арасында өз балаларын қазақ балабақшасына беріп, қазақ мектептерінде оқытып жатқан отандастарымыз қаншама. Мәселен, біз Ақтау қаласы нөмірі 4-ші Аққу балабақшасында болғанымызда осының куәсі болып қайттық.
Бұл Руслан Крамаровский, ол 6 жаста, анасы орыс, әкесі Әзербайжан. Руслан мектеп алды даярлық тобында оқиды. Орыс тобында білім алып жүрген ол қазақ тілінде еркін сөйлейді. Болашақта әскери адам болып, өз елімді, жерімді қорғаймын дейді. Ол бізге тәуелсіз Қазақстан өлеңін оқып берді. Тәуелсіз Қазақстан, авторы Бегайдар Елебаев. Шуғыладай шашылды, там шағы, достық жастар жанардан тамшылады. Аспанқы бүркен атып, қазақ жұрты қайтадан азаттықты қарсы алды. Осылан менің досым, ойнаймыз бірге, сабақ естеміз, жейміз бірге. Бақыт көйем осыланды. Мұғалімдер Руслан өте ақылды, үйреткен нәрсені бірден ұғып алады. Қазақша тақпақтарды тез жаттайды дейді. Крамаровский Русланға 3 жастан бері қазақ тілі пәнінен сабақ беріп келемін. Менің байқағаным, Руслан кішкентай кезінен бастап осы қазақ тіліне деген қызығушылығы артты. Берген тапсырманы лезде қайталап, тез жаттап алады. Қазақтың әріптерін, ә, ө, ö, о, әріптерін тез меңгереді. Әсіресе қ әріпін мен үйретпей-ақ өзі бірінші айтқаннан бастап үйреніп алды. Тақпақ жаттайды, мерекелердің барлығында өлең айтады. Және де қазақша біз айтыс ұйымдастырамыз мерекелерде. Барлығында осы Руслан бірінші мен айтамын деп өздігінен осы қазақ тілі сабағына қосылып отырады. Бізде қазақ тілі кабинеті бар, сол кабинетке басқа ұлттың балалары болса да қызығушылықпен маған сабаққа келіп тұрады, аптасына 2 рет. Өкілі терпек, бұна қыздар, кішкентай қыздар киюге болады. Осы қазақ тілді жақсы меңгергені мені қуантады. Келешекте осы Қазақстан мемлекетінің үлкен бір азаматы болатынына мен сенімдімін. Қоян өзіне ағаштан мықты үй жасайды. Үй жасайды. Ал түлкі. Ал бұл облыс орталығындағы нөмірі 34-ші болашақ балабақшасы. Қазақ тілді білім беретін ересектер тобы. Бұл топта ұлты орыс, бірақ қазақ тілінде еркін сөйлеп, ойын толық жеткізе алатын Ангелина Самофалова оқиды. Ол небәрі 5 жаста. Ақылды қыз тек қазақ тілінде сөйлеп қана қоймай, сурет те салып, ән айтып, би билей алады екен. Көктен ала төккен, отақ бастың күніміз. Сайда өскен, жайнап өскен, біз өмірдің гүліміз. Ангелинаның біздің балабақшамызға келгеніне 2 жылдан астам уақыт өтті. Балабақшаға келген кезде алғаш Ангелина қазақ тілін жақсы біліп келген болатын. Балабақшамызда барлық мерекелік іс-шараларға, оқу қызметтеріне қатысып, қазақ тілінде қазақ тілін жақсы меңгергенін көрсетіп келеді. Ол Ангелина өте көңілді. Ангелинаның болашақта үлкен биіктен көретінімізге сенеміз. Өйткені оның қолынан сурет салу да келеді, би билейді, ән де айтады. Қазақ тілінде тақпақтарды өте жақсы меңгерген. Ангелина үйде тек қазақ тілінде сөйлесемін, қазақ тіліндегі мультфильмдерді жақсы көремін дейді. Мен анаммен, апаммен қазақ тілінде сөйлесем. Мен апам дәрігер болады. Өшкенде мен де апаммен дәрігер боламын. Адамдарға көмектесемін. Мен қазақ тіліндегі мультфильмдерді көремін. Ая мен Маяны. Ангелина екеуміз доспыз. Біз сабақ оқимыз екеуміз. Екеуміз санаймыз, екеуміз сурет саламыз. Екеуміз санаймыз. Ертегіні күшті тыңдаймыз. Біз балабақшалармен танысу барысында денсаулығы мықты, ойын емін еркін жеткізе алатын, музыкалық аспаптарды ойнауды да, сурет салуды да меңгерген, кітап оқып, оның мағынасына мән беретін, ең бастысы қазақ тілінде сөйлейтін жас ұрпақтың өсіп келе жатқанына куә болдық.
Құрметті көрермен, бүгінгі сабақта кәсіп туралы айтып өттік. Біз заман талабына сай бизнес әліппесін қарастырдық. Олай болатын болса, бүгінгі тақырыбымызға сай еңбек сүйгіш, талапты жастарымыз көп болып, еліміздің болашағы жарқын болсын. Бүгінге осы сіздермен бірге болған әріптесім Әсем Сартбаева және мен Мұхамбет Қазанғап. Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.